Бүгін ғылама ғалым академик Қаныш Сәтбаевтың туған күні, әр елімізде ғылым қызметкерлерінің күні. Осыған орай Павлодарда дәстүрлі Сәтбаев оқулары халықаралық ғылыми конференция басталды. Дәстүрлі шара өңірімізде биыл 22-ші рет өтуде. 22-ші халықаралық Сәтбаев оқуларына еліміздің әр өңірінен келген жас ғалымдар өз ғылыми жобаларын ұсынуда. Энергетика, робот техникасы, ауыл шаруашылығы, гуманитарлық және өзге де 45 ғылыми бағыт бойынша жалпы 300-ден астам мақала мен ғылыми жұмыстар келіп түскен. Сәтбаев оқулары жас ғалымдардың басын қосып, идеяларды ортаға салатын бірегей алаңға айналды. Ашылу салтанатында сөз алған облыс әкімі тек ғылымы дамыған ел ғана болашаққа сенім артылатындығын айтты. Қазіргі жаһандану заманында ғылым алға озып, технологиялар қарқынды дамуда. Қай елдің ғылымы алға басса, сол ел дамыған алдыңғы қатарлы болатыны сөзсіз. Ал аға буын мен өскелең ұрпақтың арасындағы дәстүр сабақтастығын нығайту аса маңызды жауапкершілік. Сол себепті бүгінгідей өтіп жатқан шаралардың маңыздылығы өте ерекше, ал ертеңгі жемісі айқын. Қазіргі заманның ғылыми мәселелері, маңызды салалардағы түйткілдер және оның шешімдері Сәтбаев оқуларында таныстырылуда және оның қолданбалы түрде өмірге еніп, әлеуметтік, экономикалық айналымға ену жолдары да қарастырылуда. Мәселен, мына смарт шаруашылық жобасы бойынша күннен энергия алу арқылы балама қуат көзін іске асыруға болады. Қазіргі уақытта бұл жоба Шарбақты ауданы Шегірен ауылында қолданыста. Күн сәулесін тиімді алу үшін күн панелін 45 градуста орнату керек, тиімді күн сәулесін алады. Күн сәулесі панельге тиіп, панельден генераторға, электрға ауысып, аккумуляторға барады. Жоба авторларының айтуынша, бұндай баламалы энергия көздерінің артықшылықтары көп. Бақташыны электр көзімен қамтамасыз ету, ауа райын ластамау, күн панелі арқылы электр алған ол өте тиімді. Себебі ауа райын және табиғатты ластамайды. Ал Алтынсарин мектебінің оқушылары психолог робот жобасын жасаған. Робот түстер алгоритмі арқылы жұмыс істеп, адаммен әртүрлі бағыт бойынша әңгіме жүргізуге қабілетті. Мәселен, ашуланып тұрсаңыз, қызыл түсті басасыз, робот сізбен әңгімелесе бастайды. Мысалы, көк түске, оның датчиктерін көрсетсек, адаммен жүгіреді, адамның ұстап алуы керек. Жасыл түсі ол әртүрлі әзілдерді айтады, және де жасыл түсі ол адаммен диалогты бастайды. Жобамыздың мақсаты бұл робот техникасының негізін және де қолдану салаларын және де Lego Mindstorms EF3 Education жинағының датчиктерін зерттеу. Бұдан бөлек сутек өндіруге арналған ғарыш аппараты, ас мәзіріне арналған мобильді қосымша сияқты инновациялық жобалар көрмеде ұсынылды. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.